Бір күні аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялайды. Бір қазан суды қайнаттырып қойып, осы суды кім ішіп қойса, соған көп сыйлық беремін деген шарт қояды. Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де, қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармайды. Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, ыстықтай ішуді өте жақсы көремін деп, жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой, дейді аңдар аңтарылып. Қоян ұзыннан ұзақ қаз қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінекей достарым, мынау ыстық су. Ақ көздеріңмен көріңдер деп бас-басына көрсетіп шығады. Сөйтіп, қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша қазандағы суы суып қалады. Сол кезде қоян суды басына бірақ көтеріп, сіміріп салады. Шошынған аңдар ауыздарын ашып таң қалады. Ал алданған арыстан патша қоянға көп сыйлықтар береді. Міне, нағыз ер деп мақтайды. Сөйтіп, қоян өзінің тапқырлығымен көп сыйлықтар алады.